Армысың қызық. Менің исламның дұғасы мен тәңірлік жаназа атты ролигімнің астына Жасұлан Жұман деген азамат былай деп жазыпты. Ақын болу керек, тәңіршіл болу үшін. Не деген қиын депті. Керемет тұжырым. Ақын болу керек, тәңіршіл болу үшін. Не деген қиын дейді. Иә, Жасұлан, дұрыс айтасың. Сөзге шебер шешен болу керек. Данышпан, дана, кемеңгер, ұлтыңның қамын ойлайтын ұлтшыл болу керек. Неге десең, қазақтың тәңірлік дүние танымы бойынша кез келген айтылмақ сөз көкейден шығарылады. Ақылды тербетіп, өрені өріп, сананы сан саққа бөлетіп, тұжырым жасатып, көкейден шығарылады. Аналықта бала бітті. 9 айдан кейін өмірге келеді. Қазақ не айтқан? Жатырда жатқан балаға қағанағын қақ еткізіп, сағанағын сарқ еткізіп, құрсағын қақ айырып, өмірге келмек балаға не айтқан? Ғажайып сөздердің құрылымымен анасы, әкесі балаға, жатырда жатқан балаға қағынып тумас үшін өздері мына жарық дүниеде оны күтіп отырған туралы небір ғажайып сөздермен ойларын айтқан. Ұмытқанбыз. Бұл бір сәт деңіз. Бала өмірге келді. Шілдехана жасалынды. Ағайын туыс жиналды. Дастархан жайылды. Не айтылады? Бата, тілек, лебіз, ниет, ықылас айтылады. Әрқайсының сөздік құрылымы әртүрлі. Бата беріледі, батаны түсіреді. Амалы қандай? Тілек, тіліңді ек деп отыр. Ниет, ниетіңді айт деп отыр. Ықылас, ласты ықтыр деп отыр. Сөздің қандай құрылымы болу керек? Шешендікті қажет ете ме? Әрине қажет етеді. Өмірден озған ата бабаларының әруағын дастарханның басына жинай алатындай болу керек. Айтылып атқан батаның да, тілектің де, лебіздің де, ниеттің, айтылып атқан әндердің де құрылымы солай болу керек. Кез келген дастарханда ас қайтарылады. Қазір былай болып алды. Дастарханның басында бата деп сұрап аламыз. Ас қайырылып жатқанда тағы бата бер дейміз. Басында бата, аяғында ас қайырылу жасалынады. Оның сөзді құрылымы бөлек. Баланы қырқынан шығарады. Ол жерде болып атқан рәсімдерге, өтелерге, жоралғыларға қандай сөздер айтылып барып жасалыну керек? Сөздің құрылымы қалай болу керек? Тырнағын алғанда, құмалаққа шомылдырғанда сөзді құрылымдар қандай болу керек? Ол жерде жүзі, елі, руы, келіннің жағынан да, өзінің жұрты жағынан да қандай сөздер құрылып барылып айтылу керек? Баланы қырқынан шығарбасың, бірдеңені қырқып жатсың. Түсінесіз бе қалай? Сондықтан қазақ мүмкіндігі келгенше, мейлі әйел баласы болсын, мейлі ер адам болсын, сөзге өте шебер болған. Рәсімдерді керемет қып өткерген, жоралғыларды керемет қып жасаған. Қазақтың тәңірлік сүндеті қалай атқарылған? Қазіргі замандағыдай бұрқыратып той жасаған ба, жоқ әлде құпия болған ба? Қазақтың сүндетінің екі амалы бар. Біреуі етін алып тастайды, кесіп, тұмарға салып береді. Неге десең, оның ішінде нақақ болады. Сол нақақ қалып қалу үшін екінші амалы шерту деп аталынады. Біреуі кесу, екіншісі шерту. Арабтың әл-хитанымен еврейдің брит миласымен шатыстыруға болмайды. Қалай жасалынған? Қандай құдіретті сөздер айтылған? Баланың ендігін, белгілі бір қасиетті заттарды болмысында қалдырып, немесе болмысынан алып, тұмарға салып беріп жатқанда. Нақақты қалдырып, стволовые клетки. Қандай сөздер айтылған? Ұмыттық. Тойға айландырып жібердік. Бала ер жетеді. Туылған күндері болып жатыр. Қазақ атап өтпеген бе? Атап өткен. Сөзді құрылым қалай болу керек? Өзіңіз ойлашы. Жарық дүниеде қуаныш болады, реніш болады, жеңіс болады, жеңіліс болады. Қазақ міндетті түрде Құдайға арнап, Құдай мал береді.
Құдай малға арналған сөздік құрылым қалай болу керек? Көкейден шығарылу керек қой. Ақылды тербетіп. Ал Құдайын мал беріліп жатқан кездегі дастархан басында айтылатын сөздердің құрылымы тек қана бата мен тілектен лебізден тұру керек па? Әлде оның ішінде өтініш те болу керек па? Ол жерде жалынып жалбарынып айтылатын сөздердің құрылымы болу керек па? Осы ба қалай? Бала ер жетті, мүшелге толды. Баланың мүшел кезінде не айтасың? Не айтуың керек? Ата-анасы, ағайын туысы. Сөздік құрылымы қалай болу керек? Ойланып тебіреніп көрдің ба? Әрине қазақ бұрын білген, қазір ұмыта бастағанбыз. Барлық жерде тосы айтамыз. Аспан ашық болсын, алдыңғылардың айтқанына қосылам. Мен сөзге шебер емеспін. Мен сөз сөйлеуді білмеймін. Жақсы тірілік емес. Солай ма? Бала ер жетеді, үйленеді, келін түсіріледі. Келінге беташар жасалынады. Сөздік құрылымы қалай болу керек? Қазір болса былай, барлық жерде айтылатын беташардың сөзі біреу ақ. Ал түсіп атқан келін 20 елдің біреуінен. Түсіріліп атқан үй 20 елдің біреуінен. Немесе 3 деленің біреуінен. Жүздері ұмытылады, рулары ұмытылады, аталары ұмытылады, түпті қияны ұмытылады. Аталмайды керек болатын болса. Түп тамыры ұмытылады. Үйленіп жатқан азаматтың да, тұрмысқа шығып атқан қыздың да. Бет ашыр таныстыру емес пе? Бет ашылып, табалдырықтан аттан кейін отқа май қойылады. Қандай сөздер айтылу керек? Қыз оң жаққа отырғызылады. Куәлікке тұрып куәлдір жүргізіледі. Сөздік құрылымы қалай болу керек? Ақындықты талап ете ме? Пәлсапалықты талап ете ме? Жыраулықты талап ете ме? Даналықты, данышпандықты талап ете ме? Әрине талап етеді. Онда өнердің шарықтау биігіне шығуға мүмкіндігі бар. Осы айтылып отырғандарымыздың барлығы түкке тұрғысыз дүниеге айналып қалды. Өмірге сәби келіп атады. Шілдеханалар жасалынып атады. Не айтылады? Басында айттық. Айту керек екен. Қыз төркіндейді. Үлкен үйін қара шаңырағын аралайды. Қазір жоққа тәндеу болады. Бірақ қыз не айту керек? Сағынып келгенін, аңсап келгенін қалай айту керек еді? Тұрмысқа шыққанда сыңсуды қалай айтса, бұл жерде де солай айту керек қой. Төркіндеп отыр ғой. Кеше жалғыз кеткен, қазір жанын ерткен бала шағасы бар. Төркіннің жиендері. Сол уақытта күйеу бала қайын жұртқа барады. Табақ тартылып жатыр, төсі беріліп жатыр. Не айтылады? Күйеу бала үн-түнсіз отыра ма не? Ұмыттық. Әрине тіршілікте дау болады. Билер, қазылар, датқалар, ұлықтар, хандарын, үштөбе биін отырғызып қойып, даудың кесімін айтқан, кейде дау бір-ақ сөзбенен тоқтаған. Қайда кетті ол? Тіпті бір сөйлем болса да қайда кетті? Қандай сөздің құрылымы еді ол? Датың болса айт деп кесіп түсірген. Не деген демократиялық түсінік болған қазақта? Айтшы, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп түйінді сөз айтқан. Даналық, данышпандық, кемеңгерлік көрініс тапқан сөздер болатын. Адам өмірден озады. 3 күн онға жатқызылады. Ағайын туысы келіп, жылап келіп, көрісіп, жоқтау айтып, өмірден озған адамның жатқан жеріне кіріп, майытіне кіріп, қидым айтқан. Бірақ оған қосып, небір ғажайып сөздерді айтқан. Қимасына. Олар білген, мәйіті жатқанмен әруағының тірі екенін. Көзі барлар айтқан, үйде жүр деп, аруағы деп. Одан кейін жаназа шығарылады. Жаназаның сөзінің құрылымы қалай болу керек? Қазақша жаназаның құрылымы. Желдеп келгеннен кейін айтылатын басу айту. Ол қалай айтылады? Одан кейін 3-і бар, 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар. 3 жыл берілетін шек бар. Сол кезде айтылатын біздің тағзым құрандарымыз, бағыштау құрандарымыз, әруақтықтеу құрандарымыз қайда кетті? Оның бәрінде де біреулерді шақырып алып, дұға айтқызамыз. Өмірден озғанда айтылған дұғаны, кез келген тойда айтылып жатқан бір сарындағы дұғаны сол жерде де қайталап айтқызамыз. Біз мылқа ұлтқа айналып баратырмыз. Неге десең, жаңағыдай ұлы құрылымдарды, ұлы жүйелерді, қазақы жүйелерді, қазақша сөздер айтылатын жүйелердің бәрін құртып алғандықтан, түгесіп алғандықтан, мылқаумыз. Сондықтан кейде интернеттің бетінде болсын, телевидениеда болсын айтылып қалады. Батаға беретін қария қалмады.
тілек айтатын, лебіз айтатын, ниет айтатын, ықылас айтатындар қалмады деген сөздер ол айтылмайды. Бата айтатын жоқ деп қояды. Бата ғана емес, асқа айыруды да ұмытып қалғанбыз біз. Аспан ашық болсын, балалар бақытты болсын, бітті. Немесе тос көтеріп кетеміз. Қай-қайдағы, жай-жайдағын айтып. Ана тойды басқарып жүрген тамадаларымыздың сұқтына қарап. Қай тойға барсаң да жаттанды бір сөз. Дігідік, 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 дігідік деп айқайлай береді. Адамның болмысын тербейтін, ақылды орнынан қозғайтын, өрені ұйытатын, сананы тербететін сөздік құрылымдар жоқ. Мылқау, ұл қайтанып баратырмыз. Ішімдегіні біліп ал деп, көкейден еш нәрсені шығара алмайды. Одан кейін өмірден озған адамдардың басына мінәжат етіп барасың ғой. Зиярат етіп барасың ғой. Не айтасың? Әркім өз шығаратын сөздік құрылымдар қайда кетті? Біз тәңіршілер соны айтып жатырмыз. Орал, дана едің, данышпан едің, кемеңгер едің, пайғамбарлық іс жасайтын пайғамбар едің. Ешқашан мен көктен кітап алғанмын деп айтпайтын пайғамбарлық іс жасаған пайғамбар ұлт едің. Қайда кетті оның бәрі деп айтып жатырмыз. Қайтшы, әлемді таңғалдыратын дүние танымыңа деп. Басыңа қиын түскен кезде, мына жарық дүниеге адамдардан ешқандай жақсылық таба алмайған кезде, жеке басың қалып, өмірден тағдырға, тағдырдан пешенеге, пешенеден жазмышқа пен озмышқа, озмыштан тауқыметпен талайыма құлап кеткен кезде, ешкімнен көмек болмаған кезде, Құдайды іздейсің ғой. Ең соңғы тұрағың болып, қазақтың тәңірлік. Құдай қалады, оғанға дейін есіңе де кірмейді ол. Ойласам да, ойламасам да ойымда тұрады деп жүріп жатқансың. Сол уақытта Құдаймен жеке қаласың. Жалынасың, жалбарынасың, өтінесің, сұрайсың. Өзің көкейден шығаруың керек. Өзіңнің көкейіңнен шықпаған сөз Құдайға жетеді деп ойлама. Әруаққа сыйынсаң да өзің шығаруың керек. Не үшін сыйынып отырсың? Сен білесің. Қиналып отырған сен. Тауқымет тартып отырған сен. Айтатын рахметіңді де, қуаныш сәтіңді қуанып отырған сен. Бақытты болып отырған сен. Жақсылық үшін. Алғысыңды да, өтінішіңді айтатын сен. Қазақтың тәңірлік дүние танымы ақын болуды да, жырау болуды да, сөзге шешен болуды да, пәлсапашыл, санатшыл болуды да, сенің дана болуыңды да, данышпан болуыңды да, кемеңгер болуыңды да, пайғамбарлық іс жасай алатын пайғамбар болуыңды да талап ететін ұлы дүние таным. Қазақтың дүние танымы өз үшін ерекше, өз үшін ұлы, қазақ үшін ұлы. Қазақтың ұлы дүние танымын ұлы деп есептейтін қазақты күнде көргім келеді. Сау болыңдар.